Бүгін дүние тарихи Ли Куан Ю мен Махатхир Мохаммад үшінші әлемнен бірінші әлемге тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Және біздің бүгінгі сабағымыздағы басты зерттеу сұрағымыз бір ғана тұлға тарих ағымын өзгертіп, мемлекет тағдырын шеше ала ма, әлде тек тарихи заңдылық па? Сендер қалай ойлайсыңдар? Бір адам тарихты өзгерте ала ма? Мемлекеттің өміріне өзгеріс әкеле ала ма? Ал бүгінгі оқу мақсаттарымыз сабағымызда біз бүгін Сингапур мен Малайзия модернизациясының ерекшеліктерін салыстырамыз, оңтүстік-шығыс Азиядағы экономикалық ғажайып факторын тұжырымдаймыз, өтпелі кезеңдегі реформалардың маңызын бағалаймыз және мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлін қорытындылайтын боламыз. Сабақты бастау үшін сендерге мынадай логика пайда деген суреттер тізбесін ұсынамын. Қарап осы суреттерге не байланыстырады бұл суреттерді, қандай ой тұжырымдайсыңдар? Айым, сен не ойлайсың? Мысалға, мынау бірінші суретте халықтың жағдайы нашар болып суреттелген, ал екінші суретте бізде заң мысалға тәртіпке бағынсаң қорғалмайсың дегенде, ал үшінші суретте дамыған елдің суреті бар. Соған қорытындылай келе жағдайды осылай заң арқылы жақсылап, мысалға жемқорлықпен күресіп, әртүрлі заңға бағынып, осылай мемлекет құруға болады деген сияқты. Керемет, жарайсың, рахмет. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Мынау 60 жылдардағы осы біз айтып жатқан мемлекеттердің жағдайы. Ал бірақ оларда мемлекетте білім, тәртіп болғандықтан олар мынадай деңгейге жетті. Қазір телефондарымызды алып, мынау QR кодты өзімізге сканерлеймізді. Біз екі сұрақтың бірін таңдайтын боламыз. Осы мемлекеттің жетістікке жетуінде қай фактор шешуші рөл атқарады? Тұлғаның күші ма, жоқ тарихи жағдай ма, қалыптасқан жүйе ма, қайсысы? Ал оны жасап болған болса, бізде енді тапсырма. Біз қазір екі топ болып, бірінші топ Сингапурдың дамуының факторларын, яғни экономикалық ғажайыбына әкелген факторларын анықтайды. Ал екінші топ Малайзияның, яғни Махатхир Мохаммадтың басшылығындағы Малайзия мемлекетінің даму жолын талдайтын боламыз. Яғни сендер саяси және экономикалық факторларды жіктеулерін қажет. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, оқушылар Сингапур және Малайзия елдерінің дамуын Пестле моделі арқылы талдап жатыр. Бұл жай ғана мәліметтерді көшіріп қою емес, олар осы арқылы біздің оқу мақсатымыздағы оңтүстік-шығыс Азия елдерінің экономикалық ғажабының факторларын талдайтын болады. Және олар үлкен көлемді мәтіннен өзіндеріне қажетті экономикалық даму мен саяси дамуды жіктейтін болады. Тапсырманың дескрипторіне мән береміз балалар, яғни елдің дамуына әсер еткен кем дегенде екі саяси немесе құқықтық факторды дұрыс көрсетуіміз керек. Экономикалық немесе технологиялық дамудың кем дегенде екі негізгі факторын талдаймыз және факторлар мен елдің модернизациясы арасындағы логикалық байланысты түсіндірулерін қажет болады. Жылдан бастап Сингапурда Ли Куан Ю басқарды. Оның экономикалық себептері бірінші транзиттік хаб рөлін атқару, географиялық орналасуын тиімді пайдалану, әлемдік логистикалық орталықтың орталық болды, әлемдік логистикалық орталық. Қандай факторлар? Экономикалық факторлар. Келесі. Білімге сүйену, тек білімді мамандарды жұмысқа алу, ағылшын тілін меңгеру, IT саласын дамыту. Бұл қандай факторлар? Жемқорлық пен аяусыз күрес, бюрократияны жою. Бұл саяси және құқықтық факторлар. Қатаң тәртіп болды. Мемлекетте қатаң тәртіп болды. Соның арқасында, яғни Сингапур осы, ал Малайзия тобында дайын келе қойыңыздар. Факторлар түрлі ұлттар арасында ынтымақтастық болды және малайларға квота мен жеңілдіктер берілді. Және саяси тұрақтылық, ұзақ мерзімді тұрақты билік болды. Экономикалық технологиялық факторлар
көзді шығысқа бұру саясаты және шығыс елдерінің технологиясы саясаттары енгізілді. Ұлттық автоөнеркәсіп шикізаттық жоғары технологияларға бұру болды. Яғни барлық әлем мынау батысқа қарап жатқан кезде бұлар назарын қайда аударыпты? Сендер дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде олардың географиялық орналасуы әсер етті. Яғни логистикалық хаб болуға үлкен рөл атқарды. Ал енді мына жерде сендердің айтқандарына қоса кететін болса, мына Сингапурда қатаң авторитаризм және жемқорлықты аяусыз жою жүзеге асты. Ал экономикалық тұрғыдан транзиттік хаб, шетелдік капиталды тарту, меритократия, яғни біліміне қарап, туыстық қарым-қатынасқа қарап емес, адамдардың өздерінің сол біліктілігіне, біліміне қарап, олар жұмысқа алып отырды. Малайзияға келетін болсақ, экономикалық консенсус, яғни буминдік саясатын жүргізді, саяси тұрақтылық орнады, көзді шығысқа бұрды. Яғни жаңа өздерін айтқандар, Жапония мен Корея сияқты шығыстық елдердің технологиясын өздеріне алып отырды. Тапсырмамыз бізде кез келген жетістіктің екінші жағы болады, яғни медальдің екінші жағы дейміз ғой, бұл осындай керемет жетістікке жеткенмен ол жерде өте қатаң тәртіп болды. Мысалы үшін қараңдар, оппозиция өкілдерін түрмеге жабу сияқты, қатаң цензура мен биліктің бір қолға шоғырлануы деп отырмыз. Енді бұл жерде үлкен дилемма туындап отыр да, балалар. Мынау экономикалық ғажайып үшін адам құқықтарын құрбан етуге бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Қазір балалар пікірталасқа дайындалып жатыр. Парламенттік дебат форматы сабаққа кіріктіруінің өзінің себебі бар, мақсатын. Бұл жерде оқу бағдарламасына сай біз өтпелі кезеңдегі реформалардың маңыздылығына баға береміз. Модернизация үшін адам құқықтарын шектеуге бола ма? Бұл өте күрделі дилемма. Бұл тапсырма арқылы мен оқушылардың сыни ойлауын дамытып, жалаң эмоциямен емес, нақты тарихи дәлелдермен аргумент құру және көпшілік алдында өз позициясын сауатты қорғау дағдысын қалыптастыруды көздедім. Ал балалар, парламенттік пікірталасымыздың дескрипторларына тоқталамыз. Өз позициясын нақты бітірулері керек, яғни сол позицияға келісеміз немесе келіспейміз. Авторитаризм мен даму арасындағы байланысқа тарихи негіздеме берулерін қажет, және нақты тарихи фактілерді немесе тұлғалардың реформаларын мысал ретінде келтіреміз. Что өз позициясын айтады? Мемлекетті дамыту үшін қатаң тәртіп болуы міндетті. Болмаса олар тез жетістікке жете алмайды. Тәртіп жерде дамуда тез болады. Тағы да қалай ойлайсыздар? Терең тамақ жайған жемқорлықты тек сондай қатаң тәртіппен ғана тоқтатуға болады, және ол қатаң тәртіп болмаса ол дамымайды ол. Яғни сол тәртіптің арқасында олар тез арада жетістікке жетті деп ойлайсыңдар, жақсы. Балалар, сендер не деп айтасыңдар? Мына бізге бірінші топ айтты, қатаң тәртіп болмаса жетістікке жете алмайды дейді. Сендер не дейсіңдер? Адамның құқығы бірінші орында, не дегенмен қанша жерден тәртіп болса да, Сингапурда транзиттік орналасу кез келген жерде табысты келеді. Бұл тәртіп қатаң болмаса да бәрі табысты болатын Адамдар білім алу керек. Білім алса мәдениеттармен адамдар жақсы жетістікке жете алады. Білім алу керек. Сол жерде ол қатаң тәртіп болмаса да олар жетістікке жете алады деп ойлайсыз. Адамның құқығынсыз да, мысалға, көп жетістікке жетпей болады. Білім алудыңыз. Жетістіктің көзі ол диктатура емес. Сауатты кадрлар қандай болу керек. Меритократия болу керек, олар біліммен білімсізіне қарайтымызға алып келеді. Жақсы. Ал енді балалар, кезектегі тапсырмамыз шығармашылық тапсырма. Бұл жерде егерде деген мәселені қарастырамыз. Егер Ли Куан Ю 1991 жылы Қазақстанның премьер-министрі болса, оның осы ең бірінші реформасы қандай болар еді? Қалай ойлайсыңдар? Және ол біздің қоғам мен менталитет оның қатаң заңдарын қабылдайтын еді. Бұл сабақтың ең шығармашылық кезеңі. Оқушылар дәл қазір, егер Ли Куан Ю 1991 жылы Қазақстанды басқарса деген тарихи модельдеу жасап жатыр. Бұл бізге мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлін қорытындылауға мүмкіндік береді. Бүгінгі сабағымыздың шығармашылық тапсырмасы егерде сыни ойлау үшін. Бұл жерде дескрипторларымыз Ли Куан Ю реформаларының Қазақстан контекстіндегі тиімділігін болжап көресіңдер, және қоғамдық менталитет пен құқықтық тәртіптің арақатынасына талдау жасауларын қажет болады. Тапсырманы мұқият орындайсыңдар деп сенемін.
жауабы бар екен. Сен қалай ойлайсың, Айым? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қатаң күрес және мемлекеттік басқару жүйесін тазалау, Сингапурда еңбекақы жазалау принципін енгізіледі. Оны біздің мемлекет қабылдар ма еді? Қоғам менталитетіміз сондай ма еді? Алғашқыда қиын болар еді. Себебі қоғам қатал тәртіппен жазаға тез үйреніспеген. Бірақ нәтижесін көрген соң көпшілігі қолдар еді. Керемет, жарайсың. Ал енді кім айтасың ба? Менің ойымша, башқұрт кезде қоғам оның қатаң заңдарын толық қабылдай қоймас еді. Себебі Қазақстан тәуелсіздігін ел алған кезеңде адамдар еркіндікке көбірек ұмтылды. Алайда уақыт өте келе бұл заңдардың елдің дамуына, тәртіптің орнауына және экономиканың өсуіне оң әсері байқалса, халықтың көпшілігі оларға қолдау білдіреді. Сондықтан қабылдау қиын болғанмен, нәтижесі жақсы болса, қоғам біртіндеп бейімделіп кетер еді. Басында мүмкін оған көнікпеуі мүмкін еді, бірақ дегенмен жақсы нәтижелер көргеннен кейін Оған халық қосылды. жақсы. Тағы да кім не ойлайды? Ана жерде оның бірінші реформасы қандай болады дегенде мен ойлаймын, жемқорлықты негізі жемқорлық бізде содан бері келе жатқан зат, яғни ол тәуелсіздік алғаннан кейін тәртіп бар жерде жақсы даму болады дегендей жемқорлықты жойса жақсы даму болады деген ой. Бірінші кезекте сондай заң қабылдайды деп ойлайсың, иә? Және ол өз нәтижесін береді ме? Жақсы. Енді балалар, біздің сабағымыздың соңында біз тарихи белдек шығарамыз. Яғни біз өз шешімімізді қағидат тақтасына жазатын боламыз. Сендердің ойларыңша тұлға тарихты өзгерте алады ма? Немесе алмайды ма? Яғни соның біреуін таңдайсыңдар. Басты дәлел Ли Куан Ю немесе Махатманың нақты реформасын факт ретінде келтіреміз. Және қорытынды көшбасшының мемлекет тарихындағы рөлін бір сөйлеммен түйіндейміз. Осы тапсырманы орындаймыз, сонымен өз бүгінгі сабағымыздың қорытындысын жасайтын боламыз. Дайын екен, тыңдайық Айымды. Менің шешімім тұлға тарихты өзгерте алады. Басты дәлелім Ли Куан Ю нақты реформасы ол мемлекетте жемқорлықты толықтай жойды. Менің шешімім, яғни тарихты өзгерте алады. Махатмирдің шығысқа бет бұрысы айта аламыз, және де басшы мемлекет тарихындағы басты рөл. Өйткені мемлекеттің басшысы қаға болса, сояққа қарай мемлекет ары қарай жүреді. Дұрыс айтасың. Яғни мемлекеттің өмірінде көшбасшының рөлі өте